Сәлем достар, сіздерге бүгін үй жағдайында жасалынатын жұмсақ дәмді болып шығатын нанның түрімен бөліспекшімін. Ол үшін бізге қажетті заттар: жылы су, тұз, қант, ұн және де сұйық май қажет. Ең бірінші суымызды алып, үстіне қантымызды салып, дрожжымызды салып, 2 қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, үстіне тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін електен өткен ұнымызды алып, жаймендеп араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Жақсылап араластырып илейміз. Илеп болған қамырымызды 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды 3 бөлікке бөліп, ұзынша етіп жасаймыз. Ұзынша етіп жасап аламыз. Пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Ал мінекей, нанымыз дайын. Менің каналыма жазып, лайк басып, мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Астарыңыз дәмді болсын.